Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге доктор Ибрагимова. Бүгін сіздерге шашты тез өсірудің жолдары және шашқа қажет витаминдер туралы айтамын. Себебі организмдегі витаминдер дефицитін толтырмасаңыз, ол маскалар уақытша ғана әсер етеді. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, пайдалы ақпараттарды өткізіп алмау үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ұзын, қалың, әдемі шаш әрбір қыздың арманы. Егер сіз шынымен шаш тез өсуін және оны нәрлендіргіңіз келсе, әрбір үйде бар қарапайым дәмдеуішті қолданыңыз. Ол үшін ыдысымызға 1 шай қасық қара бұрыш және 200 мл, яғни 1 стакан су құйып, барлығын баяу отта 10 минут қайнатыңыз. Ыдыстың бетін жауып 1 түнге қалдырасыз және таңертең ситодан өткізіп, 1 ыдысқа құйып, осындай мөлшердегі кез келген шампунмен араластырыңыз. Осы шампунмен аптасына 2 рет жуыңыз. Бұл шампунды шашқа жағып 5 минутқа қалдырыңыз. Сосын сумен жуып тастаңыз. 1 айдан кейін шашыңыз 2 есе өскенін байқайсыз. Бұл шампун сізге ұзақ уақытқа жетеді. Қара бұрыш косметологияда кеңінен қолданылады. Оны маска, кондиционер шампундардың құрамына қосады. Ол шаш фолликулаларында қан айналымды жақсартып, шаштың тез өсуін, түсуінің және шаштағы қайсығақтың алдын алады. Келесі қоспамыз 2 шай қасық кофе ұнтағы, 1 шай қасық қант, 1 ас қасық шампун. Барлығын ыдысқа салып араластырып, шашқа жағып жуып тастайсыз. Бұл қоспамен аптасына өзіңіз шашты неше рет жуасыз, сонша рет қолдануға болады. Кофе күшті антиоксидант, сондықтан шашты тез өсіріп, оны жылтырлатып тұрады. Шашты жиі жуу, әсіресе күнде жуу шашқа өте зиян. Себебі көптеген шампундар құрамында сульфат химиялық зат бар. Ол шашты майсыздандырып, құрғақ етіп, шаштың көп түсуіне, сынғыш болуына алып келеді. Сондықтан құрамында сульфат жоқ шампун, кондиционер қолданыңыз. Шашқа қажет витаминдер туралы дәрігер ретінде айтып өтейін. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар, себебі бұл каналдың дамуы үшін өте маңызды. Бірінші элемент темір. Темір жетіспесе, организмге кислород жетіспейді. Сәйкесінше, шашқа да кислород жетіспеген соң, шаш өліп түсе бастайды. Кислород шаш өсу үшін өте қажет. Темір ет, жұмыртқа құрамында бар. Екіншісі цинк. Цинк жетіспесе, шаш жұқа, сирек болады. Белок түзілуіне әсер ететін ферменттерге цинк өте қажет. Шаш белок. Цинк шаш, тырнақ, тері саулығы үшін өте қажет. Осы жерде телогеновое состояние туралы айтып өтейін. Бұл стресс кезінде шаштың түсуі. Себебі стресс кезінде кортизол деңгейі жоғарылап, цинкқа қажеттілік артады. Егер сізде осы кезде цинк жетіспесе, аллопеция дамиды. Алкоголь, мед, қантты көп қолдану цинк дефицитіне алып келеді. Содан шашпен проблема пайда болады. Үшінші, омега-3. Күнделікті өмірде сұйық майды қолдану, балықты көп қолданбау омега-3 жеткіліксіздігіне алып келеді. Себебі сұйық майда омега-6 өте көп. Омега-3 жеткіліксіз болса, шаш құрғақ, сынғыш болады. Омега-3 қабынуға да жақсы көмектеседі. Төртінші, витаминді. Витаминді шаштың өсуіне үлкен әсер етеді. Көбі витаминді қабылдайды, бірақ оны өт іркілісінен өт дұрыс бөлінбейді және витаминді ішекте сіңірілуі төмендеуінен ағзадағы деңгейі көтерілмейді. Сондықтан витаминдіні күннің көзінен алуға тырысыңыз. Витаминді иммунитет және аутоиммунды аурулар кезінде өте қажет. Сондықтан аутоиммунды аурулар кезінде витаминдіні үлкен дозада қабылдау керек. Селен жеткіліксіздігінде шаштың түсуі және шашта қайсығақ пайда болады. Селен қалқанша безі гормондары Т4, Т3 түзу үшін өте қажет. Селен жетіспесе, қалқанша безі гормоны деңгейі төмендеп, шаштың түсуіне алып келеді. Келесі витамин биотин.
Биотин шаш белогы, кератин үшін өте қажет, шаштың тығыздығы үшін қажет. Биотин ішек микрофлорасында өндіріледі, сондықтан антибиотиктер қолдану шаштың көп түсуіне алып келеді. Себебі антибиотиктер ішекте В тобы витаминін өндіретін пайдалы бактерияларды өлтіреді. Биотин шаш тығыз, қою болып өсу үшін өте қажет. Келесі фолат және фолий қышқылы. Дәріханадағы фолий қышқылының синтетикалық формасын қолдануды ұсынбаймын. Оның органикалық формасын қолданыңыз. Фолий организмде көптеген белоктың кофакторы, әсіресе шаш, тырнақ, тері. Оның дефицитін толтыру үшін күнделікті көкшөптер, петрушка, укроп, салат жапырақтарын көбірек қолданыңыз. Витамин С коллаген үшін қажет, ал шаштың құрамында коллаген бар. Синтетикалық емес, органикалық түрін қабылдаңыз. Витамин С жеміс-жидектер, болгар бұрышы, квашеная капуста, көкөністер құрамында көп. Шашыңыз қалың, әдемі, тез өсу үшін организмдегі осы витаминдер дефицитін толтырыңыз. Шаштың түсуіне күнделікті қолданылып жатқан су да әсер етеді. Себебі құрамында фтор және хлор бар. Ол шаштың құрғауына алып келеді. Әртүрлі бояуларды жиі қолдану. Себебі оларда химиялық заттардан тұрғандықтан олар ағзаға жинала бастайды. Темекі тарту шаштың түсуіне және шаштың тез ағаруына алып келеді. Стресске берілмеңіз, себебі стресс кезінде кортизол деңгейі жоғарылап, организмге үлкен кері әсерін тигізеді. Каналдағы пайдалы ақпараттарды өткізіп алмау үшін каналға тіркеліп, лайк басуды, пайдалы болса комментарий жазуды ұмытпаңыз. Себебі бұл каналдың дамуы статистикасы үшін өте қажет. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз.